Қан тобына қарай аурудың алдын алу. Дәрігерлер кейбір аурулар адамның қан тобына байланысты да болуы мүмкін екендігін айтады. Қан тобыңызға қарай қандай аурудың алдын алу керектігін, дұрыс тамақтану жолдарын біле жүріңіз. Бірінші топ – денсаулығы. Бірінші қан тобының иелерінің әдетте иммунитеттері күшті болып келеді, және олар ұзақ жасайды. Сөйте тұра, асқазандары әлсіз. Асқазан жарасы, гастрит, ішек аурулары басқаларға қарағанда осы қан тобындағыларда жиі кездеседі. Оның себебі бірінші қан тобында аталған ауруларды қоздыратын бактериялар бар. Тамақтану тәртібі. Асқазандарының әлсіздігіне байланысты бірінші қан топтылар тамақты талғап жегендері, жартылай дайын тағамдардан бас тартқандары жөн. Ас мәзіріне белокты тағамдар, майсыз ет пен балық енгізу керек. Сүт және ұн тағамдарын шектеп қолданған жөн. Екінші топ – денсаулығы. Бұл қан тобындағылардың әлсіз тұсы жүрек қан тамыр жүйесі. Олардың ағзасы жүрек жұмысының бұзылуы, инфаркт, қан қысымы проблемасына бейім. Сондай-ақ, екінші қан тобы қатерлі ісік клеткаларының дамуына төтеп берерлік деңгейде емес. Сүт бездерінің ісігі және жатыр мойнының ісігі екінші қан тобындағы әйелдерде жиі кездеседі. Тамақтану тәртібі. Екінші қан тобындағылар көбіне балық пен теңіз тағамдарымен тамақтанғандары жөн. Сондай-ақ, өсімдік тағамдары және дәнді дақылдардың шипасы мол. Еттің мөлшерін азайту керек, алайда одан мүлде бас тартуға болмайды. Еттің құрамындағы В12 дәруменінің жеткіліксіздігінен анемияға шалдығуыңыз әбден мүмкін. Үшінші топ – денсаулығы. Бұл қан тобындағылар тыныс алу жолдарының ауруымен дәрігерге жиі барады. Алайда, олардың негізгі проблемасы бүйрек пен қуық жүйесінің ауруы. Аурудың алдын алу үшін суық тигізбей жылы киініп жүру керек. Тамақтану тәртібі. Үшінші топтағылардың ас қорыту жүйесі күшті. Сондықтан олар сүт тағамдарын, ірімшік, йогурт, сүзбе, тағда басқа ет және балықты қабылдай алады. Тағамдардың барлығы бұл топтағылар үшін аса пайдалы болып табылады. Тек шошқаның етін жемеген жөн, ал көкөністер мен аскөкті молынан жеген дұрыс. Төртінші топ – денсаулығы. Сирек кездесетін бұл қан тобындағылардың иммунитеті әлсіз. Басқаларға қарағанда олар жұқпалы ауруларға көп шалдығады. Қан тамыр жүйелері де мықты емес. Тамақтану тәртібі. Бұл қан тобындағылардың аурушаңдылығын дұрыс тамақтану арқылы жөнге келтіруге болады. Ең басты талап аз-аздан тамақ жеу. Тамақтың қандай түрі болса да жеуге болады. Тек мөлшерден асып кетпегені жөн. Балық пен жемістердің пайдасы көп. Иммунитетті нығайту үшін спортпен айналысып, таза ауада серуендеу керек.